Хыдыр харақаха кемен тесті. Оған Мұса пайғамбар таң қалды айтты: «Ахарақтаха ли туғриқа әхләха». Мән беріңіздер, Аллахтың аяты. Көңіл бұрыңыздар. Не деп жатыр? Ей, кемені, міскіндердің кемесі мінген еді. Екеуі отырды. Бұрақта Хызыр пайғамбар алды да кеменің астынан бір ағашты суырып, су ағатындай қойды. Айып жасады. Сонда Мұса пайғамбар көрді айтты: «Ей, сен не істеп жатсың?» деді. «Сен не істеп жатсың?» Кемен тесқанда. Кемеде кім отыр? Хыдыр отыр, пайғамбар. Кемеде кім отыр? Мұса пайғамбар отыр. Кемеде кім отыр? Басқа да адамдар отыр. Не деп айтты? «Ей, мен суға батам ғой. Не, мені өлтірін кеп жатыр» деп өз жеке басын ойлады ма? Жоқ, Мұса пайғамбарға өзің батасың ғой деп оны айтты ма? Жоқ, біз батамыз ғой деп екеуін ғана айтты ма? Жоқ. Литуғриқа әхләха. Кемедегілер суға батып кетеді ғой деп айтты да. Көпшіліктің жағдайын ойлады. Сол үшін жеке бір бастың мүддесін көздеп, ертең көпшіліктің пайдасы еркін құлшылып атқан құлшылықтарға кедергі тигізіп жасап жүрмейік. Ертең соғылып атқан мешіттердің атқанда құлауына себепкер болып жүрмейік. Ертең орамал таққан иманды да инабалы қыздарымыздың басына күн туып, оларға көшенің байсында «Ей, уахабисткер, ей, террористер» деген сөзді естіп, олар жаны ауруына біз себепкер болып жүрмейік. Ертең шынымен де уағыз айтқандардың уағызының айтылмай, олардың діннің тарамай қалғаны біз себепкер болып жүрмейік. Егер Қазақстанда осында бір мешіт соғылған болса, осы кезде біреу таухидты түсінген болса, Құдайға біреу құлшылық істесе, палшылықтан, молаға сүйінден біреу бас тартықтан болатын болса, соның бәрі имамдар мен дін уақытшылардың еңбегі. Ол нәтиже беріп тұр. Нәтиже беріп тұрған нәрседен енді біз қайда кетіп баратырмыз? Не нәрсе? Дұрыс нәрсені бұрыс қылу мұсылманның тіршілігіне болмайды. Жеке басың міндетіңді, өзің бір батырлығыңды, өзің басқанды көрсетемін деп, өзгелерге зиян тигізу үлкен өрескелдік. Бұл Құдай алдында қылмыста болып келеді. Одан кейін кез-келген амалдың алдында ілім тұру керектігін естен шығармаңыздар, бауырлар. Осы жерде және баса айтатыным, қазір кезде бұрынғы кезде ғалымдар айтушы еді, кімнің ұстазы кітап болатын болса, қатесі көп болады дұрыстығынан деп. Қазір біз қосып айтатынымыз, кімнің ұстазы интернет болатын болса, оның қатесі көп болады дұрыстығынан деп айтқымыз келеді. Өйткені көптеген интернетке кіріп алып, сол жердегі аты да беймәлім, заты да беймәлім, кейбір адамдардың сөздеріне келтірген жаңағы білімі терең болмаған жас бауырлардың әлбетте жүректерінде иман ұрып тұрған екен. Сол жастардың бұлай алдап, солардың санасына жалған аяттарды кіргізіп, жалған хадистерді басқаша бұрмалап түсіндіріп, болмаса болған оқиғаны басқаша көрсетіп, олардың нәпсісіне, жанына көрсетіп, олар кеттік деп жатқанның ар жағында үлкен бір сырда жату мүмкін. Ол діннің тоқтауы үшін. Сол үшін шынымен де осы нәрсеге интернетке алданып қалмайық. Кез келген сайтқа кіріп алып, кез келген кісінің сөзін тыңдап, міне шақырып жатыр жетіқатқа деген нәрсеге алып барудан өте алыс болайық, бауырлар. Әсіресе кейінгі кезде мынандай нәрселер жиі пайда отыр екен. Беделді бір адамдардың аттарын пайдаланып, Шейх Усеймин айтты, пәлең айтты, түгең айтты деп, бірақ шындап келсең олардың үзінділерін қырқып алғанда, толық мағынасын берместен, соның атын пайдаланып, айтқанда сол жаңағы үлкен кісілердің атыменен жалғандыққа шақырғысы келіп жатқандар бар. Соның біреусі өзімде жақында куәгер болған нәрсенің біреусі біздің де атымызды пайдаланып, ал дарын шақырып жатыр екен, дарын айтып жатыр деген нәрселерді кездестіріп қалып жатырмыз. Әлбетте бұл айтқанда бұл осы 60 жер өтеді деген сияқты біреулердің өзінің өтірігін өздері өткізе алмағаннан кейін кісілердің атын батылданып өткізу бұл да қылмыс болып келеді екен. Бауырлар, сақ болыңыздар. Сақ болыңыздар, ол нәрсеге бармаңыздар. Ол үлкен зиян әкеледі. Аллах тағаланың беріп тұрған нығметін түсінейік, білейік. Сол үшін бұл жерде жаңағы Аллахтың құлшылығы істеп жатқаннан кейін оған шүкірлік ете білейік. Одан кейін және бір тақырыпты айта кеткім келеді, ол мына такфир тақырыбы. Бұл да қатты белең алып кетті. Білетіні де, білмейтіні де осы тақырыпқа кіріп кеткен. Бұл маңызды тақырып емес, керек те тақырып емес еді. Біз тіпті өзіміз үлкен ғалымдар арасында болған кезде осы намаз оқығанға ентерейтін болсақ, намаз оқитын адам кәпір ме, кәпір емес пе деген, оны кеше намаз бастағанда бір апта болғанына адамды айтып жүр, оны намаз бастағанда бір жыл болған адамды айтып жүр, оны білімі бар да, білімі жоқ та, жасы да, үлкенді айтып жүр. Көбінесе жастар арасында келіседі. Осындай келіп, осындай намаз оқымаған адам кәпір деп бірден белшесінен баса салу деген нәрсе жиі кездесіп кеткен. Біз осы тақырыптарда үлкен ғалымдардың өзіне бардық. Әлі күнге дейін тірі Шейх Фаузанға барған кезде біз Қазақстан деген елміз, біз осындаймыз, біздің жағдайымызға біз айтыңызшы, біз дін таратып жатырмыз, намаз оқымаған адам туралы бір нүктелі бір сөз айтыңызшы, кәпір ме, кәпір емес дегенде ол кісі қайран қалып, утруку ла таштағилу, немен айналысасыңдар, тастаңдар ол тірлікті, онымен айналыспаңдар дейді да. Шынымен де қарасақ, бізге Құдай тағала бұйырды ғой.
Құранмен келатқан жол бар, пайғамбардан қалған сүннет бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын бір жерге уағызға жіберген кезде айтатыны, Муаз ибн Джабалға жіберген сияқты: "Фалиякун аувал ма тад'ухум илайхи шахадату алла илаха иллаллах". Сенің ең бірінші шақыратың, уағызың бір Аллахтан өзге сыйынуға лайықты тәңір жоқ деген уағыздар болсын деген нәрсені үйретіп жатқан деп бұйырған болатын. Ал бізде келеміз, бірінші нәрсе сонау бір өр түйенің өркешіне шығып кеткендей боламыз да, барып келіп жихад дегеніміз келеді. Мына жақта адамдар ширк жасап, палшылық болмаса сонда басқа бір күнәлар белене атқан кезде осыған өткіміз келіп қалады екен. Соның біреусі қажет болмаса такфирге шығар үкімі. Бір нәрсені білейік. Осы жерде бұл ілім бірінші айтатын, бірінші насихатым: бауырлар, жастар, айналыспаңыздар бұл тақырыппенен. Екіншіден, ақыл бұл қозғалды ма, онда біз ақиқатты айтуға тиістіміз. Ол нәрсені намаз оқымаған жалпы күфірлік па, күфір емес пе деген ғалымдар арасында бірінші талас мәселе. Бұл жалпы тақырыпта намаз оқымаса оны күфір деп айтамыз, намаз оқыса оны пасықтық деп айтамыз деген болған. Жүмһүр көпшілік пасықтық деп айтты. Бұл бір. Енді жеке адамға келген кезде, жоғарыдағы жалпы үкім айтқан кезде намаз оқымаған күфірлік па, күфір емес дегенде талас бар. Бірақ жеке адамған кезінде әхлі сүнна вал жамааттың арасында талас жоқ. Олар оған үкім шығаратын кезде міндетті түрде одағы шарттардың орындалуыменен кедергі мен күдіктердің кетуіне қатты маңыз беретін болған. Оған ғалым, оған қазы адам үкім шығаратын болған. Кез-келген адам аузына келіп, бұны айта беріп, анау кәфір, мынау кәфір деп айта салатын нәрсе емес. Бұған өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Біріншіден, оған иқаматул худжа дейді. Оған батқан дәлелдің жетуі керек. Ал Қазақстан жеріне дәлел жетіп қойды ма, жетіп қоймады ма? Біз сол қазақ халқының арасында жүрміз. Аллахтың қалауы шығар. Бұл да Аллахтың міндет шығар. Шынымен де біз жай ғана өздеріңіз сияқты бір жай ғана пендеміз. Бірақ елдің арасында осы Аллахтың сөзінде жетсін деп жүрген кезде ауылда да болдық, қалада да болдық, дарамен де болдық, басқасымен де болдық, қарамен де болдық. Бұл айтқанда алдында мал бар, мал жоқпен бәрімен де болдық. Бауырлар, шын діннің бейнесі әлі көрсетіліп бітпеген, әлі дәлелдер орнатылып жетпеген, әлі қазақ баласы, қазақ даласында жүрген қазақ баласы намаздың күфірлігі былай тұрсын, парыз екендігін білмейтіндер көп. Олар намаз оқу сауапты, намаз оққан адам үлкен сауапқа жетеді, намаз оқымасаң да мұсылман болып жүре береді деген ұғымдар бар. Бұл анық ұғымдар, ойдан ұғымдар емес. Нақты дәлелдер. Мысалға болатын болсақ, бір дастарханда отырдық. Жасы үлкен бір ағамыз болды. Ол кісі шынымен жаңағы тақырыпта біз ел бір аты жөнін атау айып көріп отырмыз. Бірақтан ол кісі шынымен Аллах біз ойлаған артық етін сол ағамызды. Ақылы сондай тұнық болған, сөйлеген сөзі терең болған ағамыз еді, елге қызмет жасаған, елдің қамын ойлап жүрген. Дастархан басында әңгіме қозғалып, әруаққа сыйыну тақырыбы қозғалып кетті. Ол кісі әруаққа ата-бабам сыйынған болады деді. Сосын рұқсат сұрап, аға ренжімеңізші, мен Құран аяттарына сүйеніп бір айтып шықсам бола ма? Жарайды деп айтқаннан кейін ол кісі мұқият бір құлағын салып 15 минут тыңдағаннан кейін орнынан тұрып айтты: бауырлар, біз қателеспіз, Құдайдың сөзіне қарсы бара алмаймыз ғой. Әруақты сыйлайық, сыйынуға болмайды екен. Шынымен де Алла бар екен, бір ғана өзіне сыйыну керек екен ғой. Алла солай бұйырып жатыр екен, пайғамбарлар солай айтып жатыр деген сөз айтқан кезде, сол кезде және де сол жерде бір бауырымыз асығыстық жасады ма, жоқ білімінің оның да саяздығы ма, орнынан тұрды: ой, ондай болса аға, тәубе қылыңыз да мұсылман болыңыз деп еді. Ана сөз түсінетін ағамыз орын ашуланып, бетіне қаны шапшып орнынан қарт: не деп айтып тұрсың? Мен мұсылманмын, ата-бабам мен мұсылман болған, мен құл хуалла хад деген сүрені білемін, мені әкем молда болған кісі деп қатты ашуланды. Міне білімсіздіктің салдары. Біз жумшайды: аға, жоқ, ол кісі сізге намаз оқысаңызшы деген сөз айтқысы келді деп түзей бастадық. Міне осы нәрселерді біз түсіне білуіміз керек. Халық арасында намаздың бұлатқанда тастау күфірлік тұрмақ талас мәселеде болып тұрған. Оның парыздығын білмейтін адамдар көп болып тұр. Сол үшін сен жеке өзің біліп алдым, елдің бәрі мен білген нәрсені ел біледі деп ойлап қалма. Сенің білгеніңнің өзі шала болып тұр. Сенің білгенің өзі шала болып тұрған кезде, онда сен басқаларға о шала тіршілігіңді жамауға ешқандай хақың жоқ болып табылады екен. Сол үшін намаз оқымаған адам кәпір деген екен, бұның артында қандай зардаптар тұр? Өте үлкен зардаптар бар. Кейінгісін естіп кәдімгідей зәрең ұшады, денең түршігеді. Намаз оқымаған кәпір деп қызға үйленген кезде әке-шешесін оның қызықшылығына қатыстырмай, қызды сырттан бір бауыр тауып келіп, оны намаз оқымайды, ол уәли болмайды, неке қиюға қатыспайды, оның хақысы жоқ деп бір бұрышқа барып неке қызды қиып келеді да, ал артында қазақ айтқандай терең батырады, көп қорқытады деген сияқты жауапкершілік сезіммен бұрышта қиылған неке бұрышта қалады да, оның хақысы өтелмей қалады. Қанша қарындастарымыз жылап қалып жатыр. Қанша қарындастарымыз жылап қалып жатыр. Намаз оқымайды дегеннің арт жағында
жауапкершіліктің төмендеп жатыр. Намаз оқымайтын арт жағында олардың сойған малын еті болмайды, жеуге болмайды деп дастарханның басында сойылған малдың етін бір табақтың басына отырып біреу жеп, біреу жемей, біреу тырысып, біреу ұрысып отырған адамдардың қатары көбеюге